Қажымұқан деген тек қана балуан емес. Қажымұқан мынау білектің батыры емес, жүректің батыры болған адам. Жүрекпен қазаққа қызмет қылған адам. Бұл кісі алаш қайраткері. Бұл кісі алаштан шыққан үлкен меценат болған, бай болған. Дәулеті менен, байлығы менен қазаққа қызмет қылған адам болған. Ешқашан дүние жинамаған, дүние мүлкі болмаған. Ішерге асы, тамағы болмай қалған сәттер болған. Осы кісінің бір оқиғасын айтып берейін, ұстазға деген құрмет түсінесіздер. Литва деген мемлекет бар, білесіздер. Бұрын 15 мемлекеттің бірі болған. Сол Литваға 1922 жылы жарысқа кеткен күреске, сол жерден алтын алып келе жатады. Ал отбасы, әйелі, бала шағасы Астананың жанында Атбасар деген жер бар, сол жерде тұрады. Әйел бала шағасы ашаршылықта 1922 жыл, осыдан 100 жыл бұрын қазақ даласында сұмдық ашаршылық болған. Лениннің ет және сүт деген декрет шығарады. Әр отбасы сауып отырған сиырына, жеп отырған етіне салық төлейді. Сөйтіп мынау арқа жағы, Батыс Қазақстан, Ырғыз, Орал, Жымпиты, Торғай, Қостанай, Тобыл, Қызылжар, Павлодар жағы қырылып қалған ғой, Атбасар жағы ашаршылықтан. Өйткені жаңағы сүтін, етінің салығын төлемде бүкіл малын айдап әкеткен. Сол кезде Қажымұқанның әулеті де қатты қиналған. Қажымұқаннан үміт күткен ғой, қазір Қажымұқан келіп қалса бізге ақша алып келеді. Ал Қажымұқан атамыз болса, жаңағы Мәскеудің темір жол вокзалынан, поездан түскеннен кейін жігіттер қарсы алады. Сол жерде жүрген қазақтың жігіттер айтады: "Ол ұстазы Ахмет Байтұрсынұлын түрмеге қамап тастады" дейді. Бутырка түрмесіне. Бірден ойланбай түрмеге барып, түрмеден шығартып алады. Жаңағы бар тауып алып келген алтынын Байтұрсынұлының кепілдігіне салады. Міне де, мынаны санап алыңдар. Бұл кісі ұлт ұстазы дейді. Мен ұлттың ұстазының қара басын түрмеде шіртпеймін дейді. Көрдіңіз бе? Ана жақта әйел бала шағасы аш, үміт күтіп отыр. Отбасын ойлап тұрған жоқ, қара басын ойлап тұрған жоқ. Ұлтын ойлап тұр, ұлтының ұстазын ойлап тұр. Ұлт ұстазын түрмеге қамап тастаған екен, мен оны түрмеден шығарып алайын деп барып, барлық ақшасын тастап түрмеден шығарып алып. Шығып бара жатқан кезде түрменің есепшісі айтады екен: "Қалған ақшаңыз қалды" деп, яғни сдачасы, қайтарымыңыз қалды, алыңыз десе, "Керек жоқ, оставьте себе" деп айтты дейді. "Потом не трогайте их" деп айтты дейді. Жаңағы ұлт ұстаздарын және оның тобын, командасына тиіспеңдер деп кеткен ғой. Міне бұл мәрттік. Тағдыр таласы тұрған кезде отбасын емес, ұлттың ұстазын қорғап тұр. Ал араларыңызда бүгін сондай бір жағдай, ұстазыңызға жағдай келіп тұрса, ұстазыңыз ойлайсыз, отбасыңыз ойлайсыз ба? Сізге 11 жыл бойы мектепте әріп үйреткен, сізге сауатыңызды ашқан, сізді адам қатарына қосқан ұстазыңыз, сіз ұстаз деп ойламай, сыйламай, ұстазыңыз теуіп бітесіз ғой. Қазір ұстазын теуіп жатқан, ұстазын соғып жатқан, ұстазыменен боқтасып, әлеуметтік желіге жүктеп, өзінде өзгеніңде жүрегін жаралап жатқан оқушы көп. Көрдіңіз ба қандай? Сондықтан ұстаз деген нәрсені біз ерекше құрметтеуіміз керек. Қажымұқан сондай ұстазын сыйлаған, алашқа дүниесімен, байлығымен қызмет еткен адам. Менің жақында Қажымұқан деген кітабым шығады. 50 беттік. Сонда Қажымұқанмен танысасыздар, Қажымұқанның кім екенін көріп. Алаш қайраткерлері Қажымұқанды қалай бағалаған? Алаш қайраткерлерінің 1918 жылы Семейде, Алашорда қаласында түскен суреті бар. Сол суреттің қақ ортасында Қажымұқан тұр, еңгезердей денесіменен. Мен мына Темірлан деген көрші ауылға Қажымұқанның спорт турниріне қатысқанда былай деп айтқан болатынмын, сол сөзімді қайталайын. Қажымұқандай болу, Қажымұқанға ұқсау тек қана спортшы болу емес, жүрекпен қазаққа қызмет қылу. Жүрекпен, ақысыз, пұлсыз. Сондықтан әрқайсыларыңыз қазаққа жүрегіңізбенен адал, шынайы көңілмен қызмет ететін ұл қыздарға айналыңыздар. Қажымұқанның өмірінен ұғатын, Қажымұқанның өмірінен алатын хикмет, Қажымұқаннан алатын тағылым осы. Бізге жетіспей тұрған нәрсе осы болып тұр.